Қайырлы күн арнамның көрермендері. Бүгінде әлем бойынша миллиондаған бала аутизммен өмір сүреді. Дәрігерлер мен ғалымдар бұл жағдайды ғасыр дерті деп атайды. Бірақ аутизм жазалау емес, бұл әлемді басқа қырынан көру тәсілі. Бүгін мен аутизм деген не, оның белгілері мен себептері қандай, және ең бастысы мұндай балаларға қалай көмектесуге болатынын айтатын боламын. Аутизм бұл даму ерекшелігі, ол адамның ойлау, сөйлеу және қарым-қатынас қабілетіне әсер етеді. Мұндай балалар көбіне көзге тіке қарамайды, жалғыз ойнағанды ұнатады, сөздерді қайталауы мүмкін, бір затқа қатты әуестеніп қалады. Яғни олар әлеммен өз тілінде тілдеседі. Бұл ауру емес, ми дамуының ерекшелігі. Аутизмнің нақты себебі әлі толық анықталмаған. Бірақ ғалымдар төмендегідей факторларды атап өтеді. Генетикалық бейімділік. Кей отбасыларда аутизм бірнеше буыннан кездеседі. Ми дамуының бұзылыстары, жүктілік пен босану кезінде оттегінің жетіспеушілігі. Қоршаған ортаның әсері, экология, химиялық заттар, ауыр металдар. Ең бастысы, аутизм вакцинадан болмайды. Бұл ғылыми тұрғыда дәлелденген факт. Ата-аналар үшін ең маңыздысы ерте байқап, ерте көмектесу. Мысалы, бала өз есіміне жауап бермесе, сөйлемей немесе кеш сөйлесе, басқалармен ойнаудан қашса, бір әрекетті қайта-қайта жасаса, мысалы, айналдыру, тербетіп жүру, онда маманға көрсету керек. Ерте анықтау баланың дамуына үлкен мүмкіндік береді. Аутизмі бар балаларға ең бастысы түсіністік пен қолдау керек. Оларға көмектесетін тәсілдер: арнайы логопед, дефектолог, психолог көмегі, арт-терапия, сенсорлық жаттығулар, тәртіп пен тұрақты күн тәртібі. Әр бала ерекше, тек оның кілтін табу керек. Аутизм бұл ауру емес, өзгеше ойлау тәсілі. Мұндай балалар әлемді бізден өзгеше көреді, бірақ сол арқылы бізге көп нәрсе үйретеді: шыдамдылық, мейірім, қабылдау. Егер қоғам түсінсе, олар ашылады. Баланың ерекшелігі оның әлсіздігі емес, оның күші болуы мүмкін. Құрметті арнамның көрермендері, егер де ақпарат пайдалы болса, арнама жазылып, пікірде өз ойыңызды қалдырыңыз. Бірге түсінейік, бірге қолдайық.